Сәлем алтындарым, қалайсыздар? Бүгін менің туған күнім ойпаляй, мына аудиториям нағып жатыр тойламай. Банкет жасап берер едім, өзім-ақ пособиямның пас жетпей тұрған ай. Мені әсіресе осы декреттегі аналар қарасын. Каждый туған күнде өздеріңізге әдемі эмоция сыйламайсыздар ма осылай? 12-де әрине күйеуімнің гүлдерін күттім, ол өзінің подаркасын жасады. И потом балалардың бәрін жатқызып тастадым да осылай өзіме әдемі эмоция сыйлайын деп, өзім үйден осындай кішігірім фотосессия жасадым. Ал результатын соңында көресіздер. Түнгі сағат 2:30-2:30-да айна қарап оянып отырсың ғой. Құттықтауларды қарап, ой, туған күніңнің эмоциясы бар ғой, бір бөлек ерекше болады ғой. Солай туған күннің буымен сағат 5:30-да жаттым, таңғы күйеуімді жұмысқа жіберіп барып. Бірақ қызда таңертең 5:30-да жатсам да таңертең бірақ ерте тұрып кеттім. Ай құдай-ай, туған күннің құдіретін айтсайшы. Еще, кстати, бұл фотосессияны жасауға тек 1000 теңге кетті. Яғни мана жылтыр бар ғой, сол ғана. Ал результатын көреміз ба? 1, 2, 3. Вуаля! Қалай болған қыздар, менің результатым осындай әдемі өзіме, осындай әдемі көңіл күй сыйладым. Ал сіздер өздеріңіздің эмоцияларыңызды қалдырып кетіңіздер, қалай болғанын комментарийға жазып, лайк басып, және де маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Всем пока-пока!